Bala дүниеге келсе, әкесі алимент төлесе де, төлемесе де, аз төлесе де, көп төлесе де, баланың толық шығыны әкенің мойнында болады. Ол сенімен бірге тұра ма? Ол сенімен бірге тұрмай ма? Ол басқа әйел алып кетті ма? Ол әйелі басқа күйеуге шықты ма? Шықпады ма? Ұрысып кетті ма? Жай кетті ма? Үйіңді тонап кетті ма? Өрттеп кетті ма? Ол өз жауап береді. Баланы әкеге бағу міндет болады. Биологиялық әкесіне бүкіл шығындарды төлеп беру керек болады. Біздің кейбір әкелер сіз айтқандай мен алимент төлеп жатырмын, болды, мен басқа шатағым жоқ деген, бұл қателік болады. Бала тәрбиеленуі, тәлім беруі әкеге міндет болады. Бала буыны қатқанша ананың қасында болады. Ана буыны қатып өмірге пікірі қалыптаса бастағанда, бағана айтқан 7 жаста 6-7 жастан жоғары қарай әкеге өту керек. Әкеге жіберіп тұрыңыздар. Мына аналардың да осы жерде қателігі бар. Баланы бермей, қойнына қысып, оны басқа жаққа ала қашып, бұл Алланың алдында жауап бересіз. Неге? Әке соның алиментін төледі ма? Төлемесе де керек болса, төлемесе де соны бағып тәрбиелеуі, шариғаттың жолын үйретуі, тәлім беруі міндет. Егер ол исламнан хабардар болса, өмірлік ұстанымы болса, егер сіз ажырасқан күйеуіңіз алқаш, күйеуіңіз имансыз, кәпір болса, онда баланы бермейсіздер. Болды, бірақ ауыз сөз. Оған беруге болмайды. Егер әкесі мұсылман, енді басқа әйел алып кетті. Бізде көбінесе проблема, тоқал деген проблема. Сол тоқал алғанда, мына жақтағы кісілердің, үлкен бәйбішелердің жүрегі атомный бомба болып жарылады. Сол атомный бомба болып жарылып өзінше бөлініп кеткен кезде бәрібір ол жүрегіңмен, сенің жүрегіңмен, ол жаңағы күйеуіңіздің жүрегі, ол екеуі бір жүрек, бірақ сізге міндет болады баланы әкесіне беріп тұру. Ол тәрбиелеу керек болады. Жаңағы субботний папа деген сол болады. Ал енді оның бүкіл шығыны, киімі, оның жаңағы айына қанша бір кішкене бір тиын тебен береді, соған мәз болып жүрген әкелер Алланың алдында жауап бересіздер. Баланың толық шығыны әкенің мойнында.